Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі жұмсақ, үйде бар заттармен жасалатын өте оңай печенье жасайтын боламыз. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен бір жұмыртқа және 70 грамм қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді 150 грамм қаймақты қосып, тағы да араластырамыз. Енді 100 грамм сары майды қосып, тағы да араластырамыз. Миксерсізді жай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алуға болады. Енді бір чайный ложка разрыхлительді ұнға қосып, ситаның көмегімен 2-3 бөлікке бөліп, жақсылап араластырамыз. Сонда біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Барлық ұнды қосып, жұмсақ қамыр елеп болған соң, қамырдың бетін жауып, холодильникке 15 минутқа қоямыз. Енді қамырды алып, 19-20 бөлікке теңдей бөліп алып, осылай дөңгелектеп қоямыз. Қамырды домалақтап жайып болған соң, оның жоғарғы жағын осындай құралмен немесе пышақпен кесіп, астыңғы жағына жаңғақты саламыз да, оны жақсылап бекітіп жауып, ораймыз. Міне біздің печеньеміз осылай болып шығады. Енді дәл солай барлық қамырды домалақтап жайып, салмасын салып ораймыз. Жаңғақтың орнына творог немесе варенье салсаңыздар да өте дәмді шығады. Бізде дәл осылай 18 печенье шықты. Енді оның бетіне жақсылап жұмыртқаның сарысын жағып, оны 180 градуста 30 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеміз тез әрі өте дәмді болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.